Сәлеметсіздер ме, студенттер? Бүгінгі біздің онлайн сабағымыздың тақырыбы Вавилон мәдениеті. Жалпы Вавилон мәдениеті адамзат өркениетінің алғашқы әрі іргелі мәдениеттерінің бірі. Ол Месопотамия жерінде, қазіргі Ирак орналасқан және біздің заманымызға дейінгі 18-6 ғасырлар аралығында гүлденген. Бұл мәдениет ғылым, өнер, дін, жазу, сәулет, құқық салаларында зор жетістіктерге жеткен. Бірінші, жазу мен білім. Шумерлерден мұраға қалған сына жазуын пайдаланады. Балшық тақталарға жазу арқылы архивтер, заңдар, әдеби шығармалар жазылды. Хаммурапи заңдар жинағы әлемдегі ең көне заң жүйелерінің бірі. Екінші, ғылым мен астрономия. Математика мен астрономия жақсы дамыды. 60 сандық жүйесі, яғни сағат 60 минуттан шеңбер 360 градустан тұруы осыдан қалған. Ай күнтізбесін қолданды. Келесі. Дін. Көп құдайлы сенім болды. Мардук басты құдай болып есептелді. Зиккурат қасиетті мұнаралы ғимараттар. Діни рәсімдердің орталығы болып табылды. Төртінші. Сәулет пен өнер. Күйдірілген кірпіштен қала салды. Аспалы бақтар. Әлемнің 7 кереметінің бірі кей деректе Вавилонға тиесілі делінеді. Мозаика, бедерлі суреттер, ою-өрнектер кең қолданылды. Бесінші. Киім мен сән. Киімдері ұзын, қатпарлы, матасы жүннен тігілген. Зергерлік бұйымдар мен шаш сәні жақсы дамыған. Суретте көріп тұрғанымыздай әдемі. Жалпы гобелен тоқыма өнері бұл жерде өте жақсы дамыған. Осымен біздің Вавилон мәдениетіне шолуымыз аяқталды. Осы менің көрсеткен анықтамаларымды, өте маңызды анықтамаларымды дәптерлеріңізге түртіп алыңыздар. Және де сіздерге тапсырма, осы мен айтқан анықтамаларды түртіп алыңыздар. Және де бір эскиз салуды сіздерге тапсырамын. Киім мен сәннен бір эскиз сызыңыздар. Яғни киімдері ұзын, қатпарлы, матасы жүннен тігілген, зергерлік бұйымдар мен шаш сәнді дамыған. Осы суретке қарасаңыздар да болады, немесе ғаламтордан іздесеңіздер өте көп мәліметтер шығады. Осымен біздің онлайн сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.